Баршаңызға қайырлы күн. Балық қууруды көрсететін боламын. Сықырлап тұратын. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Балығымыздың сыртын тазалап болғаннан кейін ішек қабақтарын алып тастаймыз. Басындағы қабыршақтарын да алып тастайтын боламыз. Алып тастап болған соң әдемі жуып аламыз. Басын пышақтың көмегімен аламыз. Қараңыздар, осындай сүйектер шығады, майда сүйектерін алып тастаймыз. Қараңыздар, әдемі жуып алған кейін пышағымыздың көмегімізбен кесіп аламыз. Қараңыздар, видеодағыдай кессеңіздер болады. Балық туралы кішкене ақпарат беріп өтейін сіздерге. Балықтың барлық делік түрлі омега-3 минералдармен, ақуыздармен, витаминдермен адам ағзасында қалыпты жұмыс істеуге үшін өте маңызды атап өтуге болады. Енді балығымызды алып тұздайтын боламыз біртіндеп. Балығымызға көп тұздасаңыз ащы кетеді, аз тұздасаңыз дәмсіз болады. Қалауларыңызға қарап салынсаңыздар болады. Ұнымызға крахмалымызды салып аламыз, араластырып, қызып тұрған майымызға балығымызды алып, ұнымызға екі жағын аунатып аламыз. Майымызға салып аламыз балығымызды. Бірінші етті жағын саламыз. Ол жағы пісіп болғаннан кейін сыртын аударатын боламыз. Осылай пісіріп аламыз. Салфеткамызды алып, балығымызды саламыз. Салфетка өзіне балықтың майларын өзіне сорып алады. Дәуле пиязымызды алып, майдалап, турап, қара бұрышымызды саламыз. Уксусымыздың 9% алып, кішкентай қасымызбен пиязымызды салатын боламыз. Ас болсын. Парақшам пайдалы. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта видеоларымызды саламыз. Рахмет.